Сәлем достар, қалайсыздар? Біздің қысымыз, қарасаңыздар, аяқ кіріп кетеді. Әппақ қар. Скоро весна. Көктем келе жатыр. Көктемнің әлі иісі сезіліп те жатқан жоқ. Бір-екі күннен Құдай қаласа көктем келеді. Қарасаңыздар, айналаны. Ой, не деген керемет қыс деп осыны айтуға болады енді. Бүгін Алла қаласа қыздарымды киіндірем дедім. Қызым Мимишоп деген магазиннен не алам деген едің? 5 сат алам деген еді, енді оны алады, бірақ қазір өзгерді. Кішкене киім алсам ба оның орнына деп. Қазір енді ситуацияға қарап көреміз. Бірінші барып алайық. Біз шыққан уақытта уже маршрутымыз өтіп кетті, автобусымыз келді. Ойбай, Алла, жайлап келе жатырмыз. Екінші автобус өтемін дегенше. Қалай керемет жауған ғой мына қар деген, е? Достар, біз алған заттарымызды распаковка деп келесі видеоға салатын боламыз. Екі бөлек видео жасайтын боламыз бүгінге. Құдай қаласа бүгін нелерді көргенімізді салатын боламыз. Кеше бізде қонақ болды, қонақ күттік. Сол келген қонағымыз, мен қызға барған күні ай жарық болды деп, келген қонағымыздың телефоны осы үйдің жанында түсіп қалыпты. Қай жерде түскен білмейді. Оны қайта қарадық. Осы мына қардың енді қалыңдығын қарасаңыздар, қандай. Осы қардың ішіне кіріп кетті ма деп қазір енді көрінбейді ол. Қанша рет қарадық, бірақ таппадық. Білмедім енді. Біреу алып кетті ма, или сол қардың астында жатыр ма. Енді қашан мына қар ерейім дегенше, енді ол егер қардың астында болса, қар ереймін дегенше біраз уақыт. Білмедім енді. Табылса жақсы болар еді. Енді біздің үйге келгенде телефон жоғалттым деп сөйтіп айтып жүрема деп кеше сонша қарадық. Бірақ таппадық. Безука қойып қойған екен онда. Ұят болды, неде болса бізге келген уақытында телефон жоғалтқан деген. Сондай. Бұл видео бізде қызық болатын болады. Егер де біз киім алып әлем жұртты зат аламын, оны соңыра көріңіздер. Диана қызым мына жерден сырғанап көргісі келіп жатыр. Қазір бізде мынандай сырғанайтын жері бар. Астына шана да жоқ еді, сонда да сырғанайын деп. Сырғана, ал. Андай пакет па, бірдеңе қойып сөйтіп сырғанай деген ғой. Қой, тұра ғой, болмайды. Болмайды, ана киіміңді білдіресің, тұр. Қар жинап тастадың ғой, бір талай. Болмайды екен. Негізі бізде осы, мына жақтарда бір каток бар екен. Сырғанайып жер үлкен, енді ойлы қырлы жер ғой. Сол ойлы қырлы жерде. Қаланың ішінен, шет жақтан келеді екен. Осы жерде, сіздер тұратын жерде каток бар екен ғой деп звондайды бізге. Кешеде сөйтіп звондаған. Сондай. Бізде каток бар, если что, келіңіздер. Отырмыз остановкада. Автобусымызды күтіп, бір 10-15 минуттан ба кеп қалатын шығар, Құдай қаласа. Мен жаңалық айтып кетейінші деген. Менің сестрам Ақтөбеде деппін ғой, Ақтауда, Бейнеуде тұрады. Осы енді менің өткенде бір анашымның видеосын түсіріп салдым ғой, сол кезде ол сестрам келе алмады, анамыздың туған күнінде. Сол кезде ол видео түсірген болатын. Сол мені айтып, осындай сіңілім бар Шымкентте, сол маған видео түсіріп жібереді. Мен сол видеоны сіздерге көрсетемін. Сол сіңілімнің несіне, каналына жазылып қойыңыздар деп сөйтіп айтқан.
Енді қазір сол сестрамның парақшасын белгілеп кеткім кеп отырыпты, себебі ол да жаңадан бастаған осындай ютубқа видео салып, өз өмірі туралы, одан қызықты видеоларды салып, сосын оған қосымша қалай бизнес бастау керек, қандай бизнес бастаса болады, қандай бизнесмен айналысса болады дегендей сондай солар жайлы видеолар түсіреді. Сол үшін сіздердің бір кәделеріңізге жарап қалар деп мен қазір оны осы жерде аккаунтын YouTube каналын белгілеп кететін боламын. Соған кіріңіздер, соған жазылыңыздар, видеоларын көріп барыңыздар, өздеріңізге бір жамандығы тимесе, әйтеуір пайдасы тиеді, себебі ол жерде бизнес қалай бастау керек, қандай бизнес бастаса ұтымды болады, сол жақтарының бәрін айтатын болады. Құдай қаласа, сіздер де сол әпкеммен бірге бизнес бастап, Құдай қаласа дамисыздар деген ойдамын. Баршаңызға рахмет. Кім жазылған болса, баршаңызға рахмет. Достар, бүгін менің туған күнім. Мен бүгін ойландым. Бүгін мен үшін зат алатын боламын. Ал әпшем болса киім алатын болады. Менің әпшемімді атсырымсая. Достар, бүгін мен жоққа зат алатын боламын. Қалаған 5 затымды алатын боламын. Оны қазіргі келесі видеода қазір мен автобусқа еш қарасыз. Көріңіздер, погастым. Біздің Диана Мимишовна келді. Не аласың? Осындай карталар жақсы көреді, білмеймін неге екен. Шаршады. Диана, қайда келдік? Қайда келдің, айтшы. Telefonumda Ne için? Ne için? Паролін ұмытып қалғанда, әр пароль жаза берген сонымен. Соның телефонның паролін аштыруға келдік, енді тұрмыз сол жерде. 1 сағатсыз ашпаймыз деп. Қандай пароль қойған ұмытып қалған. Мимишопқа кірдік қазір. Мимишоптан алатынды алды. Біраз уақыттан қайтатын сияқтымыз енді. Достар, біз бағана базада алған заттарды распаковка чек, біз Мишоптан алған заттарды бастайық. Мишоптан мен алдым. Ең бір осындай блокнот. Ешкімге жетпеген жетістікке жету үшін ешкім істемейтін әрекет жасам. Өте күшті. И бізде осындай анам осындай кистишка алды өзіне. Бағасы 500 теңге. Анам екеуміз крабик алдық. Мынау менің крабигім міне. Ал мынау менің анамның крабигі. Енді тауға резинка алдық. Мынау мен алдым. Мынаны анам алды өзінен. Енді біз екінші пакет, ол мен алғандар. Бұл киім мектепке де киюге болады, және қыдыруға да киюге болады. Ол қазір Мама, келдім. осындай. Мама, келдім. Осындай киім. Әдемі достар. Бұны қыдыруға да киюге болады, достар.
бағасы 4 теңге. Достар, енді мен әпшем аз неге футболка көшейік. Бұл не оверсайз. Өзі тек киім алса сол оверсайз алады. Nike деген футболка. Маған қара, айшым не қара. Достар, біз осы мен екініме осындай киім алдық. Пижама үйде киюге болады, ұйықтайтын кезде киюге болады. Осындай. Біздің баласында біз. Достар, мен әпшем джинсы алдық өзіне. Сізге соңғы Alamam. Hele mi? Sarılım. Uzun. Uzun. осындай. Ayağı. Mama ayağı. O kadardım. Kakanda. Достар, міне осындай джинсы мен начетіме кеп тұр уже. Ұзын мен әпшем өз бойымен. Дәу соқтан алған. Достар, оның беліне осындай ремен. Достар, енді бұның бәрін алдық. Енді достар, егерде бұл видео ұнаса, бізге лайк басып, комментарий жазып, анаға тіркеліңіз достар. Сау болыңыздар.